Мына сусынды ұйқыңды ашу үшін немесе энергичный болу үшін ішіп жүрсіз бе? Онда видеоны соңына дейін қара және мына бәлені ішетін достарыңмен бөліс. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, денсаулық үшін каналына қош келдіңіздер. Лайк басып, каналыма тіркеліп, және де достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Сіздер үшін жай ғана кнопка болғанымен ол денсаулық үшін каналына өте маңызды. Тез тіркелейік, достар, сіздерді күтемін каналымда. Тіркелеміз. Мен бұл энергетикті ішіп көрген жоқпын және ішпеймін де, бірақ сіздің осы видеодан кейін энергетика деген көзқарасыңыз өзгеретініне сенімдімін. Бұның аты энергетик болғанымен бұл ондай энергия бермейді. Бұл сенің запастағы 24 сағат энергияңды алады да 2-3 сағатта айдап турбо режимге қосады. Содан сен 2-3 сағат энергичный болып жүресің. Сосын қайтадан сенде әлсіздік пайда болады, ұйқың келеді, шаршайсың. Содан кейін солай сенде тәуелділік пайда болады. Ал тәуелділік пайда болғаннан кейін содан кейін не болады? Бауырың бұзылады, бүйрегің бұзылады, сенің сапасы бұзылады, асқазанда язва, эрозия пайда болуы мүмкін. Бұл жүрек қан тамырлар жүйесінің қызметін бұзады және де соның есесіне гормондар бөліну азаяды. Және еркектерде мүше әлсіздігі пайда болады. Ол белсіздік, бедеулікке алып келуі мүмкін. Қысқасы, ел аузында жүрген горилла ішіп маймыл болғанша қымыз ішіп айғыр бол. Мен соны қолдаймын. Қазақ елі аман болсын. Келесі видеода кездескенше.